бірінші күні айтқан болатынмын. Бізде бүгінгі главный тақырып осы бизнестағы барлық адамдардың кезігетін кедергілерін айтатын боламыз. Ол кедергілерден қалай өтуіміз керек, қалай оны жеңуіміз керек, және біз компанияға не бере аламыз, және бізге компания не бере алады деген компания және мен деген тақырыпта бүгін алла бұйыртса осы екі үлкен тақырып қозғайтын боламыз. Кеттік. Ең бірінші көптеген адамдардың кезігетін кедергісі 95% адамдардың осы бизнесқа келген кезде жіберетін қателігі біреу үшін шешім қабылдайды. Ол мысалы сіздің танысыңыз болуы мүмкін, туысыңыз болуы мүмкін, ол жасай алмайды бизнесті. Болмаса ол денсаулық алады, оған ақша керек емес, оған денсаулық керек емес, оған ештеңе керек емес. Мысалы бір миллионер досыңыз, танысыңыз болса, оған баруға сіздер негізі көптеген адамдар жүрексінесіздер да. Өйтіп жүрексінудің қажеті жоқ. Ең бірінші жіберетін қателік сол біреу үшін шешім қабылдайды да. Ол жасайды бизнесті. Болмаса оған денсаулық керек, болмаса оған қалай айтсам болады, ештеңе керек емес деген сияқты сіздер не істейсіздер, біреу үшін шешім қабылдайсыздар. Олар да адам, мейлі ол миллионер болсын, мейлі ол денсаулығы жоқ адам болсын, мейлі ол ақшасы жоқ адам болсын, любой адамға бұл өмірде бірдеме керек. Любой адам іздеп жүреді. Біреу денсаулық іздейді, біреу общение іздейді, біреу осындай жақсы орта, жақсы аура создавать ететін орта іздейді. Жалпы жақсы сөз естігісі келеді, біреу мейірімге бөленгісі келеді деген сияқты. Енді бұл өмірде әртүрлі адамдар болады ғой. Сол себепті барлық адамға бір нәрсе керек. Не нәрсе керек екен? Біз осы компанияның мүмкіншілігін бере отырып, және денсаулыққа мүмкіншілік бере отырып, үлкен бизнесқа мүмкіншілік бере отырып, біз не істейміз? Біз ол адамға не қажет екенін жалпы біз біліп аламыз. Ешқашан біреу үшін шешім қабылдамаңыз. Оған керек емес деп та. Біздің міндетіміз сетевой бизнестің жалпы главный цели бар. Ол әрине главный целін айтайын ба? Барлық адам миллионер болуға лайықты, өмірін өзгертуге лайықты. Барлық адам жақсы өмір сүруге бұл өмірге келді, миллионер болуға келді, белгілі бір деңгейде тұлға болып қалыптасуға келді да. Біз барамыз да, көп адамдардың жаңадан бизнесқа келген адамдар болсын, болмаса бір белгілі бір уақыт арасында компанияда жүрген адамдар болсын, не істейді? Біреу үшін шешім қабылдайды. Сіздің қай мүмкіндігіңіз болсын, оған керек, мейлі денсаулық болсын, мейлі бизнес болсын, мейлі ол басқа да қажетті отношениялар болсын да, ол адамға керек болады. Сол себепті біз не істеуіміз керекпіз? Біз адам талғамауымыз керекпіз. Өйткені сетевой бизнес бәріне ортақ. Бұл ғалам, 18 мың ғалам бәрімізге ортақ қой, иә? Мен Қазақстандікімін, сіздер жаңағы Қарақалпақстандікі деген сияқты өйтіп бөлінбейміз ғой. Бәріміз Алла тағаланың белгілі бір деңгейде, белгілі бір миссияменен жерге жіберілген сүйген құлдарымыз. Сіз Алланың сүйген құлы болмасаңыз, сіз компанияда болмайсыз. Былай деп ойлаңыз, сіз күнделікті көп адамға мүмкіншілік беріп жатсыз. Біреуіне денсаулық, біреуіне басқа, әйтеуір беріп жатсыз да, ол адамдар неге тыңдамай жатыр? Алланың қалаған адамы ғана бұл мүмкіндікке жүрегін ашып қояды. Қалаған адамның ғана құлағын ашып қояды, бұл информацияны тыңдайды. Әйтпесе күніне қанша мыңдаған адамға мүмкіншілік беріп жатсыздар ғой. Олар неге отказ беріп жатыр? Сіз былай ойлаңыз да, ол сіз үшін отказ беріп жатқан жоқ. Ол сіздің ақпаратыңызға дайын емес. Денсаулыққа, может, ол адамның әзірге денсаулығы жақсы болуы мүмкін. Может, ол адамның қазір белгілі бір деңгейде жұмысы болуы мүмкін. Сол себепті ол ақшаға мұқтаж емес болуы мүмкін.
денсаулыққа мұқтаж емес болуы мүмкін, сол себепті отказ береді. Болмаса ол адамда әзірге белгілі бір уақытқа дейін алла тағаланың берген нығметі болуы мүмкін да. Сол себепті біз бәріне адам талғамауымыз керек. Сетевой бизнес бәріне керек. Жалпы сетевой бизнестің главный мақсаты, любой адам сетевой бизнеста келген адам миллионер бола алады. Ал сіз директор болсаңыз, сіз мұғалім болсаңыз, сіз мысалы теміржол саласының өкілі болсаңыз, сіз дәрігер болсаңыз, сіз журналист болсаңыз, сіз миллионер бола алмайсыз. Өйткені неге? Белгілі бір деңгейде оклад, айлық бар. Ал сетевой бизнесқа келгенде айлықтан шектеу жоқ. Кім қаншалықты деңгейде табыс табады, сол адам соншалықты деңгейде табыс таба алады. Сетевой бизнестің тағы да үлкен ерекшелігі сіздің жасыңызға қарамайды. Мен мысалы қазір биыл алла қаласа 33-ке келем. Ешкім маған 33 жасты бермейді. 20 асып кеткенде 25 жасқа 20-25 жас береді маған. Не ол? Ең бірінші ол өнімнің нәтижесі. Екіншіден ол жақсы ортада жүргеннің несі. Үшіншіден сен ешкімге жамандық тілемейсің. Төртіншіден жүріп атқан ортаң жақсы, барлық адамдар бір-бірімізге жақсылық тілейміз, өмірін өзгерткіміз келеді, денсаулық тілейміз, алла разылығы үшін шынайы тілектерді тілейміз. Мен сондай ортада жүргеннен кейін жүзімнен қолымнан келгенше нұр шашып жүремін. Асия ханымша қатын қалып қалды. Иә, қатып қалып, мен не қылып енді кіріп жатырмын. Біз сетевой бизнестің барлық адамға беретін мүмкіншілігі өте көп. Сұлулық жағынан да береді, денсаулық бәрі, бүткіл не қалайсыз, сол нәрсенің барлығын сіз ала аласыз. Егер сіз басқа саланың өкілі болып қалаған нәрсеңізге белгілі бір деңгейде қол жеткізуіңіз мүмкін да, бірақ сіз не істейсіз? Ал сетевойда сіз бәріне сізде мүмкіндік ашылады. Егер сіз сетевойда болмасаңыз, онда сіздің мүмкіншілігіңіз шектеулі деп айтуға болады. Сондықтан барлық адамға мүмкіншілік беру керек, біреу үшін шешімді қабылдамау керек. Бұл ғаламдағы барлық адамға бір нәрсе керек. Біреуіне общение керек, біреуіне орта керек, біреуіне дос керек, біреуіне жар керек, қыздарға мысалы күйеу керек, жігіттерге әйел керек деген сияқты бәрінің өзінің бір белгілі бір деңгейде миссиясы бар. Сол миссияны біз жүрегінің кілтін тауып, ол адамдарға біз бизнестің мүмкіншілігін беріп, бір айда 150 миллион сом табыс табуға осы продажа арқылы, осы бизнес арқылы мүмкіншілік беруіміз керекпіз. Зарплатадан бөлек, промоушннан бөлек күнделікті табыс табу барлық адамға керек, өйткені ақша керек. Келесі тақырып бізде вторник күні болады. Вторник күні жалпы ақша. Біз қалай ақша потогымызды ашуымыз керек. Бізге жалпы ақша не береді? Ақшалы адамның мүмкіншілігі, ақшасы жоқ адамның мүмкіншілігі. Жалпы ақшаға біз жүрек көзімізді ашатын сабақ болады. Көп адамдар ақшаға тапқысы келеді да, ең бірінші мына түпсанасы ақша табуға дайын емес. Сіздің ең бірінші түпсанаңыз ақша табуға қаншалықты деңгейде дайын болады, сізге алла тағала сондай үлкен мүмкіншіліктерді жібереді. Жалпы ақша және мен деген тақырыпта біз тағы екінші тақырыпты қозғаймыз. Жалпы барлық адамға мүмкіншілік беру керек, ешкімді талғамау керек. Біз өйткені Алланың сүйген құлдарымыз. Біз арқылы алла тағала нұрын, мүмкіншілігін көптеген адамдарға нығметін беруге біз өмірге келдік. Біздің миссиямыз сол.
біреуіне денсаулық болсын, біреуіне ештеңке керек болмауы мүмкін да. Бір адамдар болады, ештеңке керек болмауы мүмкін, бірақ сізбен сөйлескен ұнатады да. Сізбенен сөйлессе, жүрегі тыныш болып қалады, бір демалып қалады. Мысалы, енді мен өткенде айттым ғой, осы компанияға келгеніме келесі жылы 20 жыл болады деп, оны қайталаудан мен жалықпаймын. Өйткені себебі осыдан 2-3 жыл бұрын қалай мен осы 2-3 жыл емес, 2017-ден бастап мен осы курсты бастадым ғой, иә, сату курсын бастадым, осындай сабақтарды жүргізуді бастадым, өзім оқыдым, диплом алдым, одан кейін тағы да курстарды оқыдым. Сонда көп адамдар меніменен сөйлесу үшін, бір қарым-қатынас өнерін орнату үшін маған сабаққа ақша төлейді. Может, ол сабақ ол адамға қажет емес та. Онда ақша бәрі болды. Бар, бірақ онда общение жоқ, оны тыңдайтын адам жоқ. Сіз мені тыңдайсыз. Сізбен сөйлескен маған ұнайды. Мен сіздің курсыңызға жазылайыншы, Әсия ханым. Сіз маған жалпы адами тұрғыда ұнайсыз. Сізге мен сол үшін курсыңызға жазылайыншы деген адамдар болды. Мен сол кезінде таңғалып қалдым. Үлкен бизнесмен да, үлкен табысқа жеткен кісілер. Бірақ не істейді? Менің бір историям ұнап қалуы мүмкін, сөйлескен кезде бір сөйлеу манерам ұнап қалуы мүмкін, оқып берген өлеңім ұнап қалуы мүмкін. Сол арқылы ол адамдар не істейді? Маған қарым-қатынас өнерін орнатады. Ол маған келген адам, ол кеншидің потребитель болып шығады, бизнесмен болып шығады. Кеншидің бизнесін жасайды, потребитель болады. Екі таңдау бар ол адамда. Әрине, мен ол адамға келген кезде мен осындай үлкен компаниямен айналысам деп бірден айтпаймын. Бірінші ол адаммен сөйлесем, проблемасын біліп алам, проблемасын шешудің жолын көрсетем. Аға, сіз былай қылыңыз. Былай қылған кезде сізде көп мүмкіншіліктер ашылады. Сіз түпсанаңыз, тазалаңыз. Сіз психологиялық тұрғыда психологтарға барыңыз. Болмаса, менің психологиялық сабағыма келіңіз деген сияқты мен бәрін түсіндіріп айтам да ол адамға. Ол адам өмірі өзгергеннен кейін, жақсы ой ойлағаннан кейін ол міндетті түрде потребитель болады, бизнесмен болады. Сондай да адамдар менің өмірімде болған. Бізге барлық адам керек. Сол үшін мына адамға бизнес керек, мына адам жаңағы денсаулық керек, болмаса ештеңе керек емес деп біреу үшін шешімді қабылдамаңыздар. 95% адам сол жерден қателеседі. Ол адамға бизнес айтып бармайды, ол адамға денсаулық айтып бармайды. Сөйтеді да, мына жақта отырып алады да, дәптерге жазасыз ғой, таныстар тізімін жазған кезде, біз не істейміз? Ол адамның сыртынан бүйтіп біз шешім қабылдаймыз. Вот мәселе қайда жатыр. Өйтіп шешімді қабылдамаңыздар. Бізде компания және мен деген екінші тақырып бар. Бұл 95-ші жылы құрылған үлкен международный компания. Кенши деген бір қанатымен бізге денсаулық сыйлайды, екінші қанатымен бізге бизнестің мүмкіншілігін береді, яғни миллионер болудың мүмкіншілігін береді. Сондай үлкен бай, үлкен мақсаты бар, 240 мемлекетте жұмыс жасайтын компания. Сіз сол компанияның өкілісіз, потребительсіз, бизнесмен айналысатын серіктес болып есептелесіз. Мен мысалы бұрын потребитель мен бұрын компанияға денсаулыққа келген потребитель болатынмын. Қазіргі таңда 2011 жылдан бастап мен уже бизнесқа деген көзқарасым өзгеріп, бизнеспен айналысып жатқаныма қазір мен 12 жыл уақыт болды. Мен яғни бизнеспен айналысатын адаммын деп өзімді толыққанды айта аламын. Өйткені мен белгілі бір деңгейде команда создавать еттім. Алған нәтижем бүткіл Қазақстан білет, бүткіл СНГ білет деп айтсам болады. Бүткіл Қырғызстан, сіздер білесіздер, көптеген елдер білет. Сол жақтан маған консультацияға звондайды.
Аллаға шүкір, белгілі бір деңгейде денсаулықты алған адам ретінде мен өнімді көптеген адамдарға ұсына аламын. Маған мен мысалы өзіме теңше не берді, сіздерге де сол мүмкіндікті береді. Мен өзімді айтайыншы, иә, ең бірінші ол мақтанушылық деп қабылдамаңыздар. Ең бірінші просто теңшейдің сіздерге беретін мүмкіншілігі өте орасан зор. Маған берген мүмкіншілігін осы уақытқа дейін айтайын. Ең бірінші денсаулық берді, одан кейін маған орта берді, үлкен Тянь-Шуй деп аталатын университетті бітіріп шықтым. Белгілі бір деңгейде білім қорым көбейді. Одан кейін жақсы орта берді, жақсы дос берді, тілеулес адамдарды берді, үлкен структура берді. Сосын барып маған табыс берді. Сонан кейін барып жетінші маған айлық берді. Айлықтан кейін пенсия, шетелге саяхат 8-ші. Одан кейін өзім ғана саяхаттап қойған жоқпын. Бауырларымның денсаулығын алуына көмектестім. Бүткіл Аралбаева деген, Аралбаевтар деген әулеттің денсаулығы бірінші Алланың, екінші анам менен менің мойнымда. Барлығының өнімдерін берем. Яғни денсаулығын, бір әулеттің денсаулығы, яғни осы Тянь-Шуй арқылы естеліп жатыр, жөнделіп жатыр деген сөз. Одан кейін берген мүмкіншілігі бауырларыма, өзіме әрине, одан кейін жан жағымдағы адамдарға, одан кейін бауырларыма, көптеген жақын танитын, танымайтын адамдарға қаржылық жағынан көмек қолын созуға маған мүмкіншілік берді. Осы берген 10 жақсы нәрсенің бәрін сіздерге де Алла тағала береді. Өйткені ол главный сіздің ниетіңізге байланысты. Мен жетем, мен өмірімді өзгертем. Жалғыз өзім ғана емес, өзім десең өшесің, өзге десең өшесің дейді. Сондықтан өздеріңіздің мүмкіншіліктеріңізді ғана ойламай, семьяларыңызды ғана ойламай, көптеген адамдарға сіздер не істеулеріңіз керексіздер, мүмкіншілікті беру керексіздер. Өйткені себебі осы шарттың өзіне де әрбір адам, минимум 2 адамнан, 3 адамнан ақпарат берген адамның бәрін өміріңді өзгерткің келе ме? Осы шартқа кіріп, бұрынғы сабақтарды тыңда. Саған бизнестің мүмкіншілігі керек па? Бизнестің сабақтары бар. Болмаса жақсы сөз естігің келе ма? Именно осы шартқа кел деген сияқты осы шартқа шақырыңыздар. Өйткені сіздерменен мен өткенде айттым ғой, 1 жыл бойы жұмыс жасаймын деп. Сондықтан өздеріңізді ғана ойламаңыздар. Оның ішінде 112 адам отыр. 112 ғана адамның тағдыры өзгеріп қана қоймасын, миллиондаған адамның тағдыры өзгеруіне сіздер өздеріңіз себепші боласыздар. Сондықтан жақсылық жасаудан жасайық деп айтқым келеді. Бұл Тянь-Шуйдің беретін мүмкіншілігі. Сіз былай деп ойлаңыз, иә, қазір сізде может денсаулық жоқ, сізде может ойыңыздағыдай табыс жоқ, сізде может бір жалпы бір сөзбенен айтқанда ойыңыз, арманыңыздағы өмірді сүруге данный момент мүмкіншілік жоқ. Осы сабақтың барлығын оқып, жасап, үйреніп, барлығын жасағаннан кейін 1 жылдың ішінде сізде ойыңыздағыдай барлық мүмкіншілік болады. Осыған өздеріңізді сендіріңіздер. Тянь-Шуй барлық адамға мүмкіншілік береді. Біздің тіліміз бөлек болғанмен жүрегіміз бір, түріміз бөлек болғанмен біздің тілегіміз бір. Өйткені біз Тянь-Шуй деген үлкен алпауыт 28 жыл тарихы бар үлкен сетевой компанияда жұмыс жасап жатырмыз. Біз бизнес серіктесіміз. Біздің миссиямыз не? Көптеген адамдарға мүмкіншілік беру. Бізге мүмкіншілік бергеннен кейін сізге жаңағыдай компания табыстарды береді. Егер сіз өзіңізді ғана ойласаңыз, сізге денсаулық береді, сізге табыс береді, жақсы орта береді, сізге
жалпы өміріңіздің 100% өзгеруіне мүмкіншілік береді. Ал өзгені ойласаңыз, Алла тағала одан да еселеп тұрып береді. Сондықтан Кеншидің мүмкіншілігі өте көп. Кенши жалпы бизнеспен ғана айналысып қоймайды. Кенши жалпы адамдарға денсаулық беріп қана қоймайды, бәрін береді ғой. Кенши мынау жүрегіңде нені қалайсың, соның барлығын сізге береді. Ол неге байланысты? Адамның өзінің мына жерінде түп санасындағы ойына байланысты, мынау жүректегі ниетіне байланысты. Сіз Кеншидан барлығын ала аласыз. Менің өзім сіздерге Алладан жіберілген сыймын деп есептеймін. Өйткені себебі менің курсыма жазыла алмай жүрген, сол курсымнан орын таба алмай жүрген қаншама адамдар бар. Асия ханым, сіздің курсыңызға жазылайықшы, үйренейікші, білейікші. Сіз жақсы сата алады екенсіз, сіз жақсы клиентпен жұмыс жасай алады екенсіз, бізге де үйретіңіз деп. Өйткені мен де адаммын, жеке өзімнің қызығушылықтарым бар, басқа өзім дамуым керек деген сияқты. Оларға мен қатты көп уақыт бөле алмаймын. Әзірге сол негізі осы уақытқа дейін 7-ші компаниясыздар. Сіздер оған дейін мен 6 компанияны оқытқан болатынмын. Өйткені Кеншиді оқытуға мен біріншіден өзім жүрексіндім. Енді өзім ортасында жүргеннен кейін, екіншіден білімімді көтеріп алайын дедім. Жоғары деңгейге көтеріп алғаннан кейін барып мен Кеншидің дистрибьюторларын оқытуға мүмкіндік алам. Әзірге мен оқытпауым керек деп шешім қабылдап жүрдім. Сонан кейін барып, биылдан бастап Кеншидің дистрибьюторларын оқытуды қолға алып жатырмын. Қырғызстан елінде, осы Қазақстанда, мынау сіздерде әзірге 3 мемлекетте оқытуға ниет етіп жұмысты бастағалы отырмын. Жаймен бастап та жатырмын. Сондықтан Кенши барлық мүмкіншілікті береді. Біз не істеуіміз керек? Осы керемет мүмкіншіліктерді алу үшін біз адамдарға мүмкіншілік беруіміз керек. Біз денсаулық жөнінде, бизнес жөнінде, біз товарооборот беруіміз керек. Біз товарооборот берсек, бізге компания үйіп төгіп береді. Біз кішкене бір қасықтап беруіміз мүмкін. Мысалы, біреуіміз көп товарооборот беруіміз мүмкін, біреуіміз аз товарооборот беруіміз мүмкін. Бірақ қандай товарооборот берсеңіз де, қандай еңбек қылсаңыз да, сол еңбегіңізді Алла тағала біріншіден, екіншіден Кенши өте жоғары деңгейде бақылап, не істейді? Компьютермен бақылап отырып, сіздерге керемет мүмкіншілік береді. Сондықтан сол бізде одан кейінгі екінші тақырып негізі түсінікті болды деп ойлаймын. Одан кейін үшінші тақырып бізде, мен өткенде сіздерге айтқан болуым керек, тағы да қайталап өтейін. Таныстар тізімі дедім ғой, таныстар тізімін жазасыздар, оны 3 бөлікке бөлесіздер. Жоғары буын, орта буын, төменгі буын деп. Ол сабақты айтқан болуым керек, бірақ тағы да қайталап өтейін, соны жазыңыздар, 3 бөлікке бөліп жазыңыздар, шатқа жіберіңіздер. Мынау менің жоғары буындағы адамым, менің ойымша, мынау менің орта буындағы адамым, жоғары не бойынша, ойым бойынша, мыналар менің төменгі буындағы адамдарым деп. Соның тізімін сіздерден күткен болатынмын. Сіздер жібермедіңіздер. Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Жіберіңіздер, бәрін талқылап, ол адамдармен бірге жұмыс жасайық. Көптеген адамдардың осы сабақтарды тыңдауына мүмкіншілік беріңіздер. Бәрін осы неге группаға шақыра беріңіздер, үлкен группаға. Сонан кейін барып, бизнес қажет деген адам өзі бизнестің группасына өтіп, күнделікті ақша табуға өздері әрекет ететін болады. Сол жақта жоспар бар, план бар. Сол план бойынша сіздер не істейсіздер? Жұмыстанасыздар. Сондықтан тек қана алға табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын, ниеттеріңізге жетіңіздер, армандарыңызға жетіңіздер. Барлық адам жете алады. Мен жеткенде сіздер тем более жетесіздер. Сондықтан негативный
ойдан аулақ болыңыздар. Келесі сабақта жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса маған қойыңыздар. Кері байланыс күтемін. Рахмет, Ася ханым. Ажайып зор сабақ болды. Міне азыр қатынасушылардың микрофонлары қосылып жатыр. Егерде кімде-кім Ася ханымға сұрау берем десе, прямой эфирда кері байланысқа шықса болады. Мархамат, тыңлаймыз. Кімде қандай сұраулар бар? Құрметті Сұрау бар дос, ма? сұрауларды күтіп отырмыз. Егер сұрау жоқ болса, онда Ася ханым ұстазымыз рұқсат етеміз. Сабақты жұмақлауға әрекетлеп бастаймыз. Кейінгі сабақларда да Құда қалесе, енді бүгін 6-шы күн болса, енді 2-ші күн болады сабақ, дұрыс па? Иә, 2-ші күні, 4-ші күні, 6-шы күні. 2-ші күн сағат 8:30-ға сондай уақытта 10-шы сабақ деп қойып жібереміз Ася ханымның. Мархамат, сұраулар бар ма, яки жоқ па? Әзір соны бір айтсаңыз. Кімде бар сұрау? Болмаса группаға қойыңыздар. Қазір мынау тікелей менімен байланыс орнатуға ұялып отқан болсаңыздар, жекеме шығыңыздар. Қандай да болмаса сұрауларға, денсаулық жөнінде, бизнес жөнінде сұраулар болатын болса, жеке шығыңыздар, болмаса группаға шығыңыздар. Әзірге сол. Келесі сабақта жүздескенше аман болыңыздар. Рахмет, Ася ханым, өте дұрыс айттыңыз. Құрметті достар, осы группаға жазып қалдырсаңыз болады, яки жекесіне шығып, личкасына жазсаңыз да болады Ася ханымның. Hamda аудио версиясы, видео версиясы осы группаға қойылады. Егерде кімде-кім таныстарыңыз бүгін кіруге уақыты болмаған болса, сол видеоны көріп тыңдап алса болады. Сау болың. Сау болыңыздар. Рахмет, Ася ханым, сізге көп-көп. Аман болың. Онда бүгінгі сабағымызды жұмақлаймыз, құрметті достар. Құда қалесе ендігі 2-ші күн сабақта көріскенше. Ләжі барынша көбірек